Қытай халық саны 1,5 миллиардқа жақын және 3 миллион кісілік армиясымен үлкен бір мемлекет. Бұл жер дүниедегі ең қызықты жерлердің бірі. Бәріміз жануарлар күнтізбесін, қызықты киімдерін және жол қозғалыстарының тығыз екенін білеміз. Бірақ Қытайда бұдан да өте көп қызықты нәрселер бар. Сырлы, тартымды және антикварлық мәдениеттеріне қаласаңыз, сәл жақындан қарап көрейік. Көп қонақ үйде немесе үлкен ғимараттарда жедел сатын қолданатын болсаңыз, 4 санының болған қабаттарды көрмейсіз. 4 Қытай тілінде өлім сөзімен бірдей айтылған үшін сәтсіздік болып қабылданады. Көшеде жүргенде шалбар арасы жыртылған балаларды көрсеңіз, таң қалмаңыз. Әлі дәретхана қолдана алмайтын балалар қысылған кезде киімдерін ластамасын деп осы әдіс қолданылады. Кез келген жерде көшенің бұрыштарын ластаған балалардан ешкім ыңғайсыз болмайды. Бұл күнделікті өмірде тез кездесетін бір табиғи нәрсеге айналып та үлгерген. Қалай ойлайсыз, бұл таңқаларлық па? Онда жалғасында не бар көріңіз. Бұл балалардың істеген туалеттерін бір кіші контейнерге қойып, жұмыртқаларды осы нәсептерде пісіріп жейді. Медицина бойынша зәрдің бір зияны жоқ болса да, бірақ Қытай мәдениеті шетелдіктер үшін кішкене қорқынышты. Қытайда бір дәретханадан келген жөтел дыбыстарын естисіз. Бұл өте ескі дәстүр десе де. Жас қыздар туалетте шығарған дыбыстарын сыртқа шықпау үшін жөтел арқылы дыбыстарын шығармауға тырысады. Бұл дәстүр Японияда және Тайвань елдерінде кеңінен таралған. Түкіруде кеңінен таралған дәстүрдің бірі. Қытай үкіметі қанша атсалысса да бұл мәдениетті жоя алмай жатыр. Дәстүрлі Қытай медицинасы бойынша түкіру жұтудың адам саулығына зиянды деп ойлағаны үшін қаншама жылдан бері түкіру үйреншікті әрекет болып кеткен. Тар көшелерден жүріп өткен кезде абай болыңыз. Басыңызға су тамшылары түсуі мүмкін. Қытайлардың іскерлік өмірінде немесе әлеуметтік өмірлерінде істеу керек болған нәрселердің бірі, бәлкім ең маңыздысы, темекі тарту. Иә, дұрыс естідіңіз. Жаңа бір адаммен танысқан кезіңізде оған бір дана темекі ұсыну сіздің абыройыңызды арттырады. Сізге ұсынылған темекіні әрине қайтара аласыз, бірақ бұны істейтін кезде өте құрметпен істеуіңіз керек. Бұл ереже тек қана еркектер үшін арнайы. Әйелдердің темекі тартуына жақсы көзбен қаралмайды. Елдегі темекі өнімдерін қолдану соншалықты көп болғандықтан, Қытай үкіметі өткен жылдарда бұл дәстүрдің жойылуы үшін өте маңызды тиымдар салса да, пайдасы болғанын айта алмаймыз. Сондай-ақ Қытайлар әлемдегі бой ұзындығы орта есеппен ең қысқа ұлттардың бірі. Бұның себептері қаншама жылдан бері созылып келе жатқан жоқшылық, аштық және бір бақытты тамақтану болуы мүмкін. Онсыз да бай отбасының балалары кедейлерге салыстырғанда дұрыс тамақтану, тұрақты спортпен айналу мүмкіншілігі бар болғандықтан, бойы өте ұзын және денсаулығы мықты екенін көре аласыздар. Қытай шынымен де ерекше бір мемлекет. Адам санының көп болғандығы және Еуропадан ұзақ географиядан өмір сүргендігі үшін сырттан еш үлгі алмай, өз араларында өте ерекше өмір сүру жүйесін құрған екен. Еркектердің тырнақ ұзатулары да осы ерекшеліктердің бірі. Бірінші көргеніңізде бұған өте жиіркенішті көзбен қарауыңыз мүмкін. Бір Қытай еркектеріне не үшін тырнақтары ұзын екенін сұраған кезіңізде, сіздің таң қалғаныңызға қарап, әзір ретінде мұрнымды және құлағымды тазалау үшін деуі мүмкін. Бірақ шындығында қаншама жыл бұрын ақсүйектер өз мәртебелерін білдіру үшін тырнақтарын өсіреді екен. Қолдарымен жұмыс жасамайтындығын, құл емес екендігін осылайша көрсеткен екен. Бүгінгі күнде бір мода болып жалғасын табуда. Бір Қытай үшін өте маңызды нәрселердің бірі ұйқы. Сондай-ақ көп ұйықтау емес, ұйқысыз жүру бір түрлі. Сол себепті күннің кез келген уақытысында ойыңызға кіріп шықпайтын жерлерде ұйықтап жатқан адамдар көре аласыз. Орындықтарға uzanған костюм шалбардағы еркектер, тіпті барған ресторандарда тамақты күтіп, бір жерге жатып ұйықтаған адамдарды көре аласыз. Егер бір Қытай отбасысын қонаққа шақыратын болсаңыз, тамақтан кейін кекіретін болса, таң қалмаңыз. Өйткені бұл оларда тамақты ұнатқанын білдіру болып есептеледі. Ескі бір оқиғада Қытай әулеті тамаққа барлығы бірігіп жиналған кезде, мейрамнан кейін сол жердегі еркектің бірі кекірмеген екен. Және бұл құрметсіздік болып есептелген үшін жүздеген жыл жалғасатын азамат соғысының басталуына себеп болған деседі. Қысқасын айтқанда, сізге жиіркенішті болып көрінетін нәрселер басқа мәдениеттерде өмір сүру себептерінің бірі бола алады. Әлі күнге дейін Қытайдың кейбір жерлерінде пекинес тұқымы күшіктерді бағуға тыйым салынған. Ескі сенеулерге қарағанда бұл күшіктер өте киелі болып көрінеді, және ақсүйек болмасаңыз иелік ете алмайсыз. Қытай патшалары сәттілік алып келгені үшін маңызды жиналыстарда және шешім қабылдау кезінде киімдерінің қол бөлігінің ішіне осы күшіктерді қояды екен. Сарайдағы әрбір пекинестің 3 күтушісі бар
және 24 сағат бойынша оның әр қалағанын орындауды өте маңызды деп санайды. Сондай-ақ пекинестер жат адамға қарсы өте сезімтал және шабуыл жасағыш болған үшін сарайдың бақшасында жүздеген күш қауіпсіздік мақсатында да қолданылған екен. Аймаққа жақындаған белгісіз адам бұл адам сенгісіз шабуыл жасағыш иттердің қолынан аман шықпайды. Қазіргі күнде пекинестердің орнын басқа бір түр алды, бірақ күшке емес, қаздар. Қаздар өте сезімтал және аймақтарын күшті қорғайтын жануарлардың бірі. Осы себепте шабуыл жасаудан бас тартпайды. Тіпті өз өмірлерін қиюға да дайын болады. Бай отбасылардың бақшасында немесе қорғалуы керек болған үкімет ғимараттарының айналасында өте жиі көре аласыз. Қазір дүниедегі ең танымал болған спорт түрі футболда негізінде өте ескі Қытай мәдениеті. Қытай патшалығы кезінде аяқпен допты тебу мағынасын беретін цу-цю спортымен айналысатын еді. Байларға негізделген өте танымал спорт түрі еді. Бұл жерлердегі адамдардың барлығының есімінде өте үлкен мағыналар бар. Қоғамдық өзгеріс және инновация расында балаларға қойылған есімдерге әсерін тигізеді. Мысалы, Олимпиада ойындары Қытайда өткен кезде туылған 4000 сәбиге Олимпиада есімі қойылған еді. PlayStation сияқты технологиялық заттардың да Қытайға кіргеніне көп болған жоқ. PlayStation'дердің мемлекетте заңдастырылғаннан кейін бірінші жылында туылған 2000 сәбиге ойын консоль есімі берілген еді. Негізінде бұл баланың туылған жылында болып өткен қоғамдық инновацияның оның өмірінде әсері болуы мүмкін деген сенім бар. Күнтізбелері де осы түрде дайындалған. Бұл нәрсе аз да болса бізде де бар, бірақ айтып өтейін. 12 жылдық бір циклға ие болған бұл күнтізбеге қарай, мысалға 1991 жылы немесе 2003 жылында туылған болсаңыз, 1992 немесе 2004 жылы туылған болсаңыз, маймыл жылына тура келген боласыз. Бұл нәрсені айту мақсатым жүкті әйелдердің жаңа туылатын сәбилерінің жынысын білу үшін қолданатынын айту еді. Және қызықтысы, бұл болжамдар 90% тура келеді. Таксиде, автобуста, көшеде, қайда болсаңыз да қолдарында шынның бөтелкемен жүрген әйелдерді көресіз. Бұл бөтелкенің ішінде көбінесе ыстық су бар. Өйткені Қытай медицинасында асқазан саулығының барлық дененің негізгі нүктесі екендігіне сенеді. Және сол үшін денсаулықты қорғау үшін жиі ыстық су ішу керек. Тіпті өте люкс бір ресторанда немесе көшелердегі қарапайым мейрамханаға барсаңыз да үстеліңізге бәрінен бұрын ыстық су алып келеді. Егер Қытайға баратын болсаңыз, осы мәліметтерді ұмытпаңыз. Бір жерге тамаққа барған кезіңізде, шайыңыз біткен кезде сізге сұрамастан жаңартылады. Қаламайтыныңызды айту құрметсіздік болған үшін шайыңызды баяу ішуге немесе бітірмеуге тырысыңыз. Люкс бір ресторанға барған кезде ешқашан чайвый тастамаңыз. Қорлаудың ең үлкенін істеген боласыз. Сондай-ақ, егер бір Қытаймен отырып күріш жейтін болсаңыз, таяқшаларды ыдысқа тігесінен салмаңыз. Бұл алдыңыздағы адамға бір тұрмысқа шығу ұсынысы, кейде өте үлкен ұрыс-керіске алып келуі мүмкін. 1,5 миллиард адам өмір сүретін бұл үлкен мемлекет әлемнің ең тез дамыған жерлерінің бірі. Бірақ халықтың жартысынан көбі күніне $1 да аз ақша табады. Және бұл елде өте үлкен дәрежеде кедейлік бар. Сондай-ақ Қытай контрольсіз өнеркәсіппен бірге әлемнің атмосферасын ең көп ластаған мемлекет және барлық адамзаттың, яғни біздердің денсаулығымызды елемеді. Тіпті Қытайда кейбір қалаларда бұл ластық себебінен адамдардың маскамен жүруге мәжбүр болғандығын естен шығармау керек. Соған қарамастан, ғарышқа шыға алатын өздерінің қару-жарақ өнеркәсібі болған сирек мемлекеттердің бірі. Алдағы жылдарда олармен көп кездесетіндігіміз бәрімізге белгілі. Алдағы күндерде Қытай туралы тағы да бейнелер дайындайтын боламын. Бейне ұнаған болса лайк басыңыз. Каналға кіріп басқа да бейнелерімді көре аласыз. Инстаграмнан сұрақтарыңыз, видео ұсыныстарыңыз бар болса жазуды ұмытпаңыз. Келесі бейнеде көріскенше. Мен Мардан.